Әуезхан Қодар 1958 жылы 12 маусым күні Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Абыла ауылында дүниеге келген. Ол жазушы, мәдениеттанушы, көсемсөзші, философия ғылымдарының кандидаты, экология Қазақстан Халық Академиясының академигі, халықаралық Алаш және Гоголь атындағы триумф сыйлықтарының иегері. Ол жазушы, мәдениеттанушы, көсемсөзші, философия ғылымдарының кандидаты, экология Қазақстан Халық Академиясының академигі, халықаралық Алаш және Гоголь атындағы триумф сыйлықтарының иегері. Қазақ тілінде Әуезхан Қодардың 2 кітабы шыққан: Қанағат қағанаты және Оралу. 1982-85 жылдары Қызылорда облысы Қармақшы ауткомы жасөспірімдер жөнінде комиссиясының хатшысы, заңгер. 1985 жылдан бері республикалық және одақтық баспасөздерде жариялана бастайды. 1986 жылы республикалық шығармашылық жастар жігер фестивалінің лауреаты. 1989-94 жылдары көркем аударма және әдеби байланыстар жөніндегі редакциялық бас алқасында орыс бөлімінің меңгерушісі. 1994 жылдан Қазақстан халықтарының мәдениетін қорғау жөніндегі Алтын ғасыр қоғамдық бірлестігінің президенті. 1995-97 жылдар аралығында Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театры көркемдік кеңесінің мүшесі. 1999 жылдан Тамыр журналының бас редакторы болды. Философия ғылымдарының кандидаты, қазақ және орыс тілінде жазған. Туған күн, Ақ еділдің анты пьесаларының қанатты өрнек, Абай Құнанбаев жинағының еске алмау шеңбері, қазақ әдебиетінің тарихына шолу кітабының Қанағат қағанаты жинағының авторы. Орыс тіліне Абай, Мағжан, Жақыпбаевтың шығармаларын аударған. Астана медалімен марапатталған, Парасат орденінің иегері.